Баршаңызға сәлем достар. Бүгін гарнирге арналған ақ күрішті үйде кастрөлде қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Ешқандай да микроволновкасыз және де күріштеріңіз дара болып және жылтыр болып шығады. Ең алдымен сіздің күрішіңізге байланысты қанша уақыт және қалай пісуі. Мен көбінесе баракат және камалина күріштерін аламын. Біздің Қазақстанда осы көп пайдаланылады. Осында ең қарапайым күріштің сортын бірнеше рет жуып аламыз. Мен 7-10 рет салқын суда жақсылап тұрып жуып аламын. Ағып тұрған суға да жуып алса болады, жуып қайтып төгіп отырамыз. Неке сол кезде ең соңғы құйған суыңыз мөп-мөлдір тап-таза болуы қажет. Егер де ұзынталды күріш болса, оны бір рет жусаңыз жетеді. Күрішімізді кастрөлге салып, 1,5 сантиметрдей кішкене биік су құйып, тұз саламыз. Күріштеріміз піскен уақытта бір-біріне жабыспай, кейін тез алыну үшін, дара болып тұру үшін сұйқымай құямыз. Осы кастрөлімізді газға қойған уақытта бірден газдың астын ең жоғарыға қоямыз да 5 минут осылай қайнағанша күтеміз. Одан кейін астын басып 15-20 минуттай газдың жай отында пісіріп аламыз. Одан кейін газды өшіріп, тағы 10-15 минуттай өзінің барлық ылғалы барлық жерге біркелкі болу үшін қақпағын ашпаймыз. Пісіру уақытында күрішті мүлдем араластырмаймыз. Асты ешқандай да күймейді, уайымдамаңыздар. Осындай әппақ бір-біріне дара-дара болып шыққан күріштер шығады. Әрине, бұл рецепті барлығы білуі мүмкін, оңай әрі тез жасалады. Бірақ та егер де көмегім тиіп жатырса, маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.